Достар, мынау бүгін болған жағдай. Біздің халық қашан медициналық сауаттылығы асып, эмоциясын ұстап, жабайылық танытпайтын жағдайға жетеді. Өзі итак, еш медиктерді қорғайтын бір заң жоқ. Медиктерді қорғайтын, қолдайтын бір жер жоқ. Шетелде мысалы үшін бір қателік қойса, оны қарастыратын организация бар. Бізде ондай жоқ. Бізде только медиктерге қарсы шығу. Сіздер ойлайсыздар медицинада оқу оңай деп. Сәл ойлап көріңіздерші. 9 жыл, 10 жыл уақытында құртып, и то сіздерден таяқ жеп жүрген медик кімге ұнайтын? Мен мысалы үшін жұмыстарында егер сөйтетін болса, маған сондай бір дұрыс емес қарым-қатынас жасалынатын болса, мен ондайды кешіре алмайтын, мен даже врач болғым келмей қалатын еді. Ол жылынан қайтарып тастайды. Оқу сонша қиналып оқыды, бітірді, артынан мынандай әңгімелер естіп тұрды. Сосын достар, ұмытпаңыздар, біздің қолымызда емес сіздердің жандарыңызды сақтап қалу, медиктердің қолында емес. Егер біздің қолымызда сіздердің жандарыңызды сақтап қалуыңыз, адамның жанын сақтап қалу біздің қолымызда болғанда, біз ата-анамызды, туған туыстарымызды, родной жақындарымыздың бәрін өмірін сақтап қалатын едік. Өкінішке орай біздің қолымызда емес. Біз ең қиын моментте, мысалы үшін, өмір мен өлімнің арасында тұратын адамдармыз. Адам, Құдай емес. Біз де дәл сіздер сияқты адаммыз. Соны ұмытпаңыздар. Мынандай скандал, мынандай жабайылық, оның бәрін қою керек. Мысалы үшін біздің қазақтарда именно осы өте төмен өсі сауаттылық, именно медицинский сауаттылық. Жүреді, біз қазақпыз ғой деп, өлуіне мынандай стадия қалған кезде ғана больницаға келеді, и то тура реанимацияға барады, отделениеға жатпастан. Сосын өмірден өтетін болса, врач кінәлі дейді, сендер кінәлісіңдер дейді. Бұл жерде кім кінәлі, осыны анықтастырып алу керек. Кім кінәлі? Кеш келген адам ба, который өткізіп, асқындырып, өлетін состояниеға жетіп? Или оны бар күшіні салған ақ халатты абзал жан ба? Бұл жерде мен барлық врачтарды жақтағым кеп тұрған жоқ. Мен просто өзім медикпін. И как-то слишком обидно, егер осындай қарым-қатынасты мен өзіме істеп көрсе. Ол обиднаның обиднасы. Я білмейтін врачтар бар шығар. Я түсінбейтін врачтар бар шығар. Я ештеңені оқымаған бар шығар. 5 саусақ бір емес қой мына жерде. Бізге негізі қателесуге болмайды. Бірақ сіздерді кеш келуге ақыларыңыз жоқ. Біз сіздердің өмірлеріңізді былай айтқанда ұстап қала алмаймыз. Бізде, мен өзім көргем, реанимацияда қаншалықты көп ауыр пациенттер жатады, қаншалық айлап комада жатады. Олардың бәріне қолынан келгенше реаниматологтар, анестезиологтар былай айтқанда көмектеседі. Басқа врачтар әр күні келіп перевязкасын жасайды, басқасын қарайды, көреді. Даже жүрегі остановка берген күннің өзінде барын күшін салады реаниматологтар. Ол жерде өте ауыр процессы жүреді. Осынша еңбек, осынша әрекет, осынша тірлікті көріп тұрып, әкесі өлгеніне ұлдар шыдай алмай ұрып кеткені, ол слишком обидно болған. Не болады енді? Ана медперсоналдар білмеймін енді қандай состояниеде жатыр қазір. Өздері больницаға түсіп қалған. Ұрған, теуіп кеткен. Бұл бірінші жағдай емес. Бұл бірнеше рет болып тұр. Менің ойымша бір заң қабылданбаса медиктер үшін қиын ары қарай. Мысалы үшін мен лично өзім мынандай неде жұмыс істегім келмейді. Мен лучше шетелге кетіп қалғаным маған намного плюс көп, потому что ол жақта көп адам культурны, мәдениетті, адам өлсе дұрыс қарайды. Бәрі өледі. Бәріміз өлеміз. Ешкім бұл өмірде тұрып қалып, болды өше демен жасаймын деп қалатын ешкім жоқ. Мәңгі қалам дейтін. Ал ажал алған жанды медиктерден көру ол вообще қате тірлік. Ұмытпаңыздар достар, сол үшін осындай тірліктер болдыртпау үшін бірінші медициналық білімімізді арттырайық. Егер мені көріп тұрған коллегаларымыз болса, халыққа үгіттейік. Медициналық образование қандай болады, медициналық сауаттылық қандай, оқу деген оңай емес екендігін көрсетейік, түсіндірейік, айтайық. Потом жайлап түсінік қалыптасады деген ойдамын. Ал қарапайым халықтардан өтінішім медиктерге ондай жақаты жала жабу, басқа нәрсе емес. Бірінші сіздер сол медиктер өткен жолдан жүріп көріңіздер. Медиктер істеп көрген нәрсені істеп көріңіздер. Олар алған стрессті алып көріңіздер. Олар оқыған кітаптарды оқып көріңіздер. Олар қиналған қиыншылықтарды олар сияқты ночта жүріп көріңіздер. Ковид кезінде кім керек болды?
медикте керек болды. Так что бүйтіп бағаламай кету анау мынау деген болмау керек. Сәл ойланып, сіздер уже былай айтқанда простой жануар емеспіз ғой, мал емеспіз ғой, грубо айтқанда ше, адамбыз, осознательно қабылдау керек. Өлді екен деп, и что өлсе бәріміз өлеміз, просто нормально қабылдау керек. Значит, ажал соған келіп тұрған. Қаншама адам операционныйда өледі, қаншама адам реанимацияда өледі, біреу авария болып өледі, мысалы үшін. Ал жұмысыны дұрыс істей алмады, анау мынау деген жала жабу да дұрыс емес. Өйткені бүкіл персоналдар, бүкіл не только медиктер, полициялар болсын, сот үкімі болсын, қате шығарылады, басқасы бар, полициялар қателесуі бар. Неге олардың қателесуі нормально да, именно медиктер қолына келгенін жасады, и бірақ ол қателік болып саналады. Менің ойымша ол вообще үлкен дұрыс емес тірлік. Сондықтан достар, өзімізді реттеп алайық. Бірінші алдымен медиктерге барынша түсінікпен қарауға тырысайық. Медиктерді сіздер сияқты адам қайта-қайта айтып тұрғым келіп тұрған жоқ мынаны. Мен ол екі медперсоналға просто коллегам болған үшін жаным ашып тұр. Оның орнында мен де болуым мүмкін, орнында басқасы да болуы мүмкін. Енді біз не самозащитаны ұстауымыз керек қой, өзімізді не қылмау үшін, бірдеңе зиян жетіп қалмау үшін. Білмеймін, түсінбей бар ғой, не болып кеткенін мыналарға. Бірінші рет емес, бұл ұрады, тебеді, басқа қылады, скорыйды ұрады, басқасы қылады. Біз сіздерді емдеу үшін оқимыз ғой, соның барлығын былай айтқанда. Жұрттар 4 жыл оқыса, біз 7 жыл минимум, ары қарай 10 жыл, 12 жыл кетеді. Так что, достар, сәл ақылмен жұмыс істейік.